Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жаныбек екенсің ғой. Аман есен оралдың ба? Шүкір. Нағашыларыңның ауылы аман бекен? Бәрі де аман есен. Жа, кішаға. Анау не қылған қалың қол? Қарағым-ай. Жұңғар тыныш жатпаған секілді ғой. Абылай Сұлтан жұңғар қолына қарсы тұрып, халықты қорғауға қол аттандырады дейді. Анау бармақ батыр бастаған керей уақыттың қолы. Бірнеше күннен бері осында жиналып, бүгін солай аттан барады. Осы жорыққа қатынассам ба деген тілекпен нағаш атамнан бата алып ат мініп қайтып едім. Қарағым-ай. Япырай сал кешігіп қалғаным-ай. Үйбаяу балам, Жәнібек, жау осыменен құрып кетпес. Нағаш атаңнан бат алсаң, енді шашапаңнан да бат аласың, қарғам. Асығып жау тілемесең де, бел бұқ жорыққа аттанар күн тағы келер. Бір күн кешігіп аттансам да, күн жетемі ғой. Жәнібек балам, тыма асығып кетпе. Әуел үлкендерден бат аласың. Аруақты шаңырақтардан дәм татасың. Десе де ауыз кеңесім бар, қабыл алсаң тыңда, жолымнан тосады екен деме. Тоспаймын. Жәнібек, сен әлі жассың. Бұғанан қатқан жоқ, бұдан кейінгі жорықтарға қатынассаң да кеш емес. Кішаға, жатсам тұрсам, әкемнің өлімі көз алдымнан кетпейді. Әкемнің қазасы көз алдыма елестесе болды, көкірегім ашу кернеп, өзім тұстай алмаймын. Япырай деген. Онда сәби бал едім. Енді ат мініп азамат болдым. Әке кегін қайтармасам, намыс қоймаған. Кек аламын дегенің жөн қарағым. Кек алу үшін кек алатын жасқа толсам етті. Болмаса жасың 18-ге келген жоқ. Егер шашапаң рұқсатын беріп жатса, мен саған не деймін? Амандығыңды тілеймін де. Егер жорыққа аттанып кетіп жатсам, ауыл аймаққа мал жанға өзіңіз ие боласыз ғой. Жәнаяу артқы жұмыс қалаң болмаш. Апа, Және ағам келді. Апа, Және ағам келе жатыр. Не дейді? Аман есен отырсыз ба? Аман оралдың ба, жоғар шығамын. Шүкір. Жолыңа қарап екі көзім төрт болды құлыным. Қалай, ол жақтағы ел жұрт нағашыларың тегіс аман бекен? Дін аман. Аман болса болды. Балам күнгей, қымыз әкелі ғой. Мақұл. Шөлдек белдің ғой. Іше ғой. Нағаш атаң есенса отыр ма екен? Ол жақта келдіртіңіз дін аман. Нағаш атамның денсаулығы да жақсы өздің екен. Бұрынғыдай емес, мал өсіп, байып алыпты. Балам-ау, кешкенге қатты алаңдадым. Неменеге алаңдайсың? Жәнібек сол құрлы бала ғой дейсің бе? Десе де, ел шеті тыныш емес деп естимін. Нағаш атаң ат жетектеткен ау өзіңе? Нағаш атам сауыт кигізіп, ат мінгізіп, батасын беріп қайтарды. Қарғам-ау, бір жұртың емес бе? Шашапа, сізден рұқсат сұраған отырмын. Тілегімді бересіз бе? Қарғам-ау, алыстан оралып үйге кіргенің осы. Әуелі шөліңді қандырып, деміңді алсаңшы. Шашапа, оған уақыт күтіп тұра ма? Нағаш атамның батасын алып, жорыққа сайланып келдім. Жорыққа аттанам. Әкемнің кегін аламын. Әкарбақ алдында борышымды өтесем деймін. Күнім, сені ат жалын тартып азамат болса деп тілебем. Ол арманым орындалды. Арқал азамат болса, ар намысты батыр болса, әкесінің кегін алса деп тілеушем. Ол арманыма да жететін сияқтымын. Толысқан азамат жасыңа жеткен жоқсың. Құдайым амандығын берсе, о дәлақ балам. Тілімді алсаң осы жолы жорықтан қалып қалдың. Қумай-ақ қой. Хадишаның айтқаны жөн. Жасың жас, кек алатын күн қашпас.
Minekeyiniz. Rahmet. Жей отырып келсіңіз. Болады, өздеріңізде. Қанекейіңіз. Рахмет. Әй, Жәнібек балам, мұнаның мұжып болып, маған сындырып, майын алып берші. Оқыл. Ой, бәрекелді. Ой, жарайды. Міне аға. Айналайын. Қаруың бар екен, Жәнібек балам, мен саған бір бата берейінші. Я Алла, осы баламды сумаңдаған тілден, сұқтанған көзден сақта. Жаудың мысын басатын жалым бере көр, даудың алдын шешетін дарым бере көр, қолдың алдын бастайтын арым бере көр. Аллаху акбар. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Қане, тамақ алыңыз. Тамақ алыңыз. Иә. Жей ғой, жанай. Ал күнгөй бергеш. Не жұмыс апа? Барып жанайығымыз шақырып бер. Мақұл. Жанайыға? Не болды? Апам шақырып жатыр. Апа, жанайығының сауытын қарашы. Шашапа. Жанағанды қара. Балам, отымның алды, суымның тұнығы, маңдайма біткен күн едің. Үйде туып түзделетін ер азаматсың ғой. Батасыз кетіп қаларсың. Жолыңнан қақсам сағың сынар. Батамды берейін. Батаңызға зарумын. Балам, саған не деп бата берейін? Үмітімнің жарығын өзіңнен көріп ем. Әкеңнің артындағы белгісі сен деп едім. Бар қызығыңды көрсетіп, жаратқан Алла сенің алдыңда алса екен деп ем. Саған тілек тілесем, әуелі жолың болса екен деймін. Жебе алдыңнан тисе, анаңның ақ сүтін ақтағаның. Жебе артыңнан тисе, анаңның қарызын жүктегенің. Әуелі қосыңды тап, онан соң досыңды тап. Сен үшін тіленбеген не тілек қалсын. Қай қашанда жолың болып, бақытың жансын. Шашапа. Алла жол беріп, аруақ қолдаса, бойымда барымды өзіңіздің ақ сүтіңізбен әлпештеп өсірген аяулы халқыма арнаймын. Бара ғой балам, жолың болсын, аман орал. Әуелі бір Аллаға, онан қалса аруаққа тапсырдым. Алаңдамаңыз, Шашапа. Келе ғой. Өзің сақ болғайсың. Алаңдамаңыз, мақұл. Жортқанда жолың болсын, балам.
Жорыққа қатынасқалы келген ау, Нағашысынан баталғал кетті деп ет, үлгіріп келген осы болды ғой онда. Ассалаумағалейкум, Батыр ағалар. Алейкум ассалам. Жәнібек екенсің ғой, кел отыр. Кәне тамаққа кел. Рахмет. Балам, тегеурін тас түлектің тегеурін ұқсайды екен. Алла тағала сені бекер жаратпаған ау деймін. Аттан дейді, аттанайық қанекей. Аттаныңдар, жігіттер. Оу, Сейт, анау көкдөненге мінген баланы бері шақырып келші. Құп тақсыр. Қайсы қостансың? Барақ Батырдың қосынан. Қанша жасқа келдің? 17-ге жат. Ел. Тақсыр Сұлтан алдымызда бір бейт бар екен. Соған барып түнейміз бе? Одан өтіңкіреп барып түнейміз. Құп тақсыр. Тоқтаңдар. Екеуің бергел. Сен екеуің анау молаға барып жасырынып жатыңдар. Жаңағы көкдөненге мінген баланы мен бір сынап көрейін. Аруақ болып қорықтыңдар. Құп! Жігіттер, әргесін көтеріп кіріп байлаңдар. Мақтан. Жарай, мақұл. Ей, Сейт, Дәт тақсыр. көкдөненге мінген баланы бері шақырып кел. Құп болады. Ассалаумағалейкум, Алдияр Сұлтан. Мына жерде отын жоқ екен. Жаңағы жолдағы моланы көрдің бе? Көрдім, Сұлтан. Ендеше соның ағашынан барып өңгеріп алып кел. Құп, Сұлтан. Allah Allah.
бас талқамызды талқандап жатқан кім? Жалаңаштаған кімді көріп едің? Жалаңаштауға қайтып батылың барды. Аруақты жалаңаштаған кімді көріп? Сағланбаңдар түгі. Әлгінде Құран оқып, кешірім сұрадым. Болмайды. Өл аруақ сендер түгіл. Қазақтың тірі Абылай Сұлтан аштан өлгелі жатыр. Аруақ болсам көріңегір, жын шайтан болсам шалып тастаймын. Тақсыр Сұлтан, бұйрығыңыз бойынша моланың ағашынан отын алып келдім. Дәт тақсыр. Қорқытпадыңдар ма? Ол бал емес пәл екен. Моланың ішінде жатып күңіреніп едік. Елен құрлы көрмей моланың ағашын қопарып ала берді. Моладан шығып, бізді неге жалаңаштайсың деп өзіне ұмтылған едік. Өл аруақ сендерді қойып, қазақтың тірі Абылай Сұлтаны аштан өлгелі жатыр деп қылышын үйіріп ұмтылғанда бейітке кіріп, жанымызды әрең алып қалдық. Мұндай жүрек жұтқан баланы көрмеппіз. Қазақ қолы жұңғар қолымен тоқтаусыз 4 күн қиян кесік соғысты. Ат тұяғымен тозып шаң оранған кең даланың төсі екі жақтың жасақтары мен аттарының өлігіне толды. Қан сасыған сары жолының төбесінен өлім тілеп ысқырған жебелермен кісінеген аттардың үрейлі даусы адуын батырлардың асқақ ұранымен тоғысып, соғыс үрейін тәтті де күшейте түсті. Соғыс соңғы 5 күнге ойысқанда жұңғар қолының саны көп шұбасын болғандықтан қазақтар қысып ойсырай бастады. Батырлар топ-топтап бөлініп әр жердің кес-кеске бергісіз шегіне соғысты. Шұбасын жауғылы барған сайын қазақ қолыны қыстырды. Қазақ қолынан шеттеп жан соғылып қашқандарды байқады. Осындай қиян кестік сылтаян кезді қазақтың әйгілі батырлары Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбайлар кежегелер жаумен тоса соғысып, олардың бетін қайтаруға күш салды. Тақсыр Сұлтан, атыңыз құрылғып қалған екен. Ана менің атыма мініп, қашқан қолдың алдын тоқтатыңыз. Қашқан жауға қатын бей, туған жау құтқармайды. Мен үшін қашқан қолды сен барып тоқтат. Қасымсың екен. Алдияр, менсіз бола алмаймын. Жұртқа ақыратын айбатым жоқ. Көпті жүгіндіретін салауатым жоқ. Әйтсе жауды бөгейтін қайратым бар. Қарағым, жау басым екен. Жасым жас екен. Тоқтауға мен қалайын. Алдың жаққа сен бар. Алдияр, сіз қолға түссеңіз, халқыңыз басшысыз қалар. Мен қолға түссем, қазақтың бір қатыны ұл табар.
Жауға басыңызды алдырғанша өзіме шауып тастайын. Жарайды, Азамат. Ақылың айбатың сай екен. Жауды тосатыныңа мен сендім. Ей, Сейт! Бармын. Бар жүгір арқандағы көк аттың иесін тауып кел. Тақсыр. Ассалаумағалейкум. Мына көк аттың иесін танисыздар ма? Жоқ, танымаймыз. Акау, мынау біздің Жаныбектің көңденені ғой. Абылай Сұлтан осы көк аттың иесін шақырып кел деп мені жіберді. Көк аттың иесі ұйықтап жатыр, оята алмаймыз. Білімсіздер білімдіге жау болар, надандардың аңсағаны дау болар. Бұл сөзімді білімдіге арнадым, білімсіздің тілін ұға алмадым. Тақсыр Сұлтан, көк аттың иесі табылды. Келді ме? Ұйықтап жатыр дейді. Оятып шақыр. Хоп. Сөз сөйлеген жаңылар әм адасар, естісе түзе өңдеп қарасар. Айрауды үйреніп алсын. Иә, бұның өзі бір өнер. Батыр, Сұлтан өзіңізге келсін дейді. Қанғайтар, 3 түрлі тілегім бар, соны орындаса барам. Дәт тақсыр, көк аттың иесі 3 тілегім бар, соны Сұлтан орындаса барамын дейді. Жөн. Атқа ер салған күн, ерлерден ұйқы қалған күн емес пе? Ол ұйықтап жатқан жоқ қой. Айтып бар, не тілегі болса да орындаймын. Хоп, тақсыр. Батыр, Сұлтан тілегіңізді орындайтын болды. Бармағаға, Шақабаяға, маған лесіңіздер.
Кешегі шайқаста маған ат ауыстырған сен бісің? Я солай, мен едім тақсыр. Тосқауылға қоюға бала санадым, сонда батырдың сөзін сөйлеп жана саладың. Айтқанымды орындап, атымды мінбейтін болсаң, жауға шапқызғанша басыңды өзім шаба саламын деп едің. Алдияр, алдыңызда емін бас. Айтқаныңыздың бәрі рас. Досыңыз болмасам, сыра емеспін қас. Атыңа егер мінбесем, айтқаныңды құлағыма ілмесем, сілтермедің қылышты. Расында сілтер едім. Не себептен? Әуелі, әр ел өз ардагерлерін аялайды ғой. Сізді мен аяған мен жау аяйма. Алтын басыңызды жау кессе, ел намысы табанға тапталады емес пе? Батылдық етпей, ақыл таппайтын, батырлық етпей, бақыт таппайтын кездер болады, Алдияр. Ат бергеннен сөз бергенің асты ғой. Сайыста саспайтын батылдығыңды көрдім. Жауыңды жаныштайтын батырлығыңды көрдім. Енді ал менен қалағаныңды. Керей деген кең елміз. Басқалармен тең елміз. Талабымды қабыл алсаңыз, оң тізеңізден орын берсеңіз. Сендей батыр туған елге оң тізесінен орын бермеген қанда әділдік бола ма? Мына орынды Жәнібекке бер. Тілегін орындаймын деген сертім бар еді. Әкең алдына қойған асты жөндеп шалмайтын Керейдің аяқ еді. Саған қанғасында не бар? Ат қосшы болсаң да болмай ма? Жақсының жанын арашашы болдың ба? Жаманның малына қорған болдың ба? Екі ауыз ескі сөз білемін деп қанғасында отыруға сені лайық бедің. Қан екі айтса? Қадыры кетеді. Қарек айтар болса, ары кетеді. Бір құшақ қуатынан бір оқтық шыбық шығады. Жаман болса менің әкем сондай ақ шығар. Тұр орныңнан. Үй көргенсіз. Батырым, екінші тілегіңді айт. Керей деген елім деп, оң тізеңізден орын бергеніңіз рас болса, жасақтарымды жиып, сарбаздарым мен сардарларымды сайласам деймін. Қылышымды өткір қылып қайрап, майзамды ұстап, жау алдында ойнатсам деймін. Тілегіңді әуелі Алла қабыл етсін. Ал енді үшінші тілегіңді айтшы. Сардар сайлап, жасақ құрағанда шыққан биігіме тігетін туымды белгілеп берсеңіз. Ер туса елдің ырысы, ел үшін еңіреп туған ер екенсің. Жасағыңды жиып, сардарыңды сайла, шыққан биігіңе тігетін туың дайын. Рахмет, Алдияр. Айбыны жау рейін алған аға батырлар, жалыны жауға жасыл болып түскен жау жүрек жас батырлар, барлықтарыңыздың жеңістеріңізді құттықтаймын. Халық атынан сіздерге алғыс білдіремін. Ата-бабамыздың кіндік қаны тамған аяулы атамекенімізді жоңғарлардың ат тұяғы тоздырғалы қанша заман болды. Сансыздаған ардагерлеріміздің қаны төгіліп сүйегі қуырады. Мінекей біздің береке бірлігіміз нығайды. Елімізге, жерімізге тыныштық бермеген жоңғарлардың беті қайтты.
жеңілді. Шешені көбел даудан қорықпайды. Батыры көбел жаудан қорықпайды. Батырлар біздің мақтанышымыз. Әйгілі батырларымыз Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбайлардың қатарына ерен еңбегімен көзге түскен жау жүрек жас батырымыз Жәнібек қосылды. Елімізді, жерімізді қорғау барлығымыздың да борышымыз. Жау жүрек жас батыр Жәнібек оң жағыма келіп, бас сардардың бірі болсын.